Баршаңызға сәлем достар, сіздерге пигоди рецептісін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер: ол ұн, жылдам әсерлі ашытқы, және жылы суға ертілген тұз. Осы аталған ингредиенттерді қосып нан илейміз. Қамырды әбден илеп, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Енді пигодиға фарш дайындаймыз. Тауықтың төс етін тазалап, 4 бұрышты қылып тураймыз. Сіздер қалаған етті қоссаңыз болады. Фаршқа дәл осындай 4 бұрышты пиязымызды тураймыз. Пигоди тағамдарыңыз одан да дәмді болу үшін құйрық май қосуға болады. Бұл ингредиентті де 4 бұрышты қылып тураймыз. Келесі ингредиент ол жусай. Менде мұздатылған жусай болған, соны қостым. Және дәмдеуіштер ол қара бұрыш пен тұз. Бүкіл массамызды әбден араластырып, су қоссақ болады. Сол кезде фарш шырынды, яғни сочный болып шығады. Тағы бір қосатын ингредиент ол 40 қабат капуста. Тағамдарыңызға ерекше дәм береді. Оны да осылай 4 бұрышты қылып майда қылып тураймыз. Массамызды тағы бір жақсылап әбден араластырып қоямыз. Пигодиға қамырымыз дайын. Қамырды осылай қолмен үзіп домалақтап қоямыз.
осы қамырдан 15 шақты пигоди шықты. Домалақтап дайындаған қамырымызды бетін 1,5 сағатқа жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді пигоди жасасақ болады. Оқтаумен қамырды тек шеттерін ғана жаямыз, ортасын қалың қылып қалдыру қажет. Пигоди салмас бұрын мантоварка ыдысын майлап қоямыз. Пигоди тағамы 45 минут піседі. Сіздерге видео рецепт ұнаса, комментарий жазып, лайк басып тіркеліңіздер.